Assalamu alaikum. Manас шары, Манас проспектісі. Бізден идеалды тротуарлар істесек болады. Кеңдігі бойынша да кең. Кейін оған ролик шығардым да мындай тротуарларды дөңгіл қылбай, тегіс қылсаңыз депші. Мінекей. Үйге кіріш үшін қылды еш қылбай тура өтіп кеткен да. Мысалы бұл жақтағы үйлерге күніне бір 10 адам кіріш мүмкін де. Андай тегіс запойсы болады екен де. Жоқ, бұл жолдан кемінде бір 1000 адам өтті. Şu bir 10 adamlık kovu büyük trafo, 1000 adamlık kovu. Şu trotuarları da bundan da öngül kılbay, okşatıp tегіс қылып қойғылаш сұранышымдеке. Керекті жашоочулар, жолдогу жашоочулар. Өздеріне ыңғайлы қылып, өдөгі ылдыйға қылып, мынандай дарбазасын көтеріп қойып тұрған мисалда өзінің шарттары түз болады. Жоқ, мынандай егер тротуар жақсы болса, кең болса, тегіс болса, қылса печендер, майыптығы бар, бая коляскачандар, қышына ешкім тайғаланбай деп тегіс жақсы жүрер етледі. Бұл деген бір ғана мындай қауіптілік шақты емес, керек болса шағырдағы пробкалардың мәселесін де шешеді. Анткені пробканы шешу үшін бір ғана жол бар, бұл альтернативный жолдар. Енді бір айтып кетіп тұрған нәрсе, қайсы көше екен білбей еткем, бір оқушыл көше жарым жартылай асфальт болды да. Сұраныш асфальт болғанда мынандай мазақпатчиктерді жолаушы болғандар. Мынандай тротуардың иелеп алынғандарды ошо сразу сүріп, тротуардың жолын бошотып, тротуар қылып кетсеңер жақсы болады да. Қаралар жөн эле бийликтин чукпаганы үчүн сыртқа чыгып алган. Бул жерде бул балдардын деле балдар жашайт. Жүрөт, мектепке барат, жана башка да. Мына карагыла беспределчилик берилчи. Бирок башка балдар деле да. Бул көчөнүн жашоочуларына деле тийиштүү эмес да. Кыргызстын канча адам болсо ушунун баарына тийиштүү да. Ошону сураныч, асфальт улантканда, урматтуу мэрия, биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондо эмгек кылып атасыңар, акча кетирип атасыңар. Бирок ишти мындай чалек эмес, толук кылып кеткилечи. Аларды бузуп, киргизе тургандардын жерлерине киргизип, тротуарларды кылып, мындай жаш балдарга да жүрө турган кылып, велосипедчилерге да бир шарт түзүп, коопсуздук сактап, мындай эстетика болот. Башка адамдарга бул сабак болот. Мындай өзүм билем деп басып алган болбойт экен депчи. Ошо сураныч. Мындай ишти толук жүргүзүп кетсеңер. Анчалык эле мындай көп коркок болуш шарт эмес да. Коркоктук тагдырды өзгөртпөйт дейт. Корксоң да, коркпосоң деле камаласың, коркпосоң деле бир күн иштен кетесиң. Ошого ишти кылса, мына эркекче кылгыла сураныч.